Hello everyone! Кім ағылшынды жақсы оқып беске шыққысы келмейді, мына видеоны өткізіп жіберсеңіз болады. Ал кім керісінше жақсы оқып ағылшынды жақсы меңгергісі келсе, тапсырмаларды дұрыс орындағысы келсе, онда менің видеоларымды соңына дейін көріңіздер. Бізде бүгін 6 сыныптың English Plus кітабы бойынша 10 бетіндегі тапсырмаларға шолу Reading What are you into? Немен қызығасың? Неге қызығасың? Немен айналысасың? My interests деген тақырыпта менің қызығушылықтарым деген 3 мәтін берілген, оқып аударайық. Бұл тақырыпта бізге 3 мәтін берілген. Баян, Вероника, Ерасыл деген 3 оқушының өздерінің менің қызығушылығым деген тақырыпта айтқандары. Бірінші Баяндыкін бастап оқиық. I love pop music and I've got a lot of downloads on my MP3 player. Мен поп музыкасын жақсы көремін және менің MP3 плеерімда көптеген музыкалар бар. My friends are mad about Jah Khalib, but I'm not into hip-hop. Менің достарым бәрі Jah Khalibқа естері кетеді, ал бірақ мен хип-хопты онша ұнатпаймын. I really like sport, especially volleyball and tennis, but I can't stand cycling. Мен шынымен спортты жақсы көрем, әсіресе волейбол және теннисті. Бірақ мен велосипед тепкенді мүлде ұнатпаймын. One of my interests is art, but I'm not very good at it. Және менің қызығушылықтарымның тағы бірі ол сурет салу, бірақ мен мүлде сурет сала алмаймын. Екінші мәтін бізде Верониканікі. I am interested in sport, especially football. Мен спортқа қызығамын, әсіресе футболға. I am an Astana Football Club fan and I've got photos and posters of the team. Мен Астана футбол клубының жанкүйерімін және мен ол команданың суреттері мен постерларын өзімде сақтаймын. I'm not mad about books, but my friends Natalia and I love watching TV. Мен кітаптарды онша ұнатпаймын, бірақ мен және менің досым Наталья теледидар қарағанды жақсы көреміз. Natalia has got a TV in her room. Натальяның бөлмесінде телевизор бар. One of my interests is photography. Тағы да бір менің қызығушылықтарымның бірі суретке түсу, сурет түсіру. I haven't got a very good camera, but my photos are really good. Менің бір керемет камерам жоқ, бірақ суреттерім шынымен жақсы болып шығады. Үшінші спикер бізде Ерасыл. I'm into skateboarding and swimming. Мен скейтбордқа және жүзуге қызығамын. I'm good at martial arts, especially taekwondo. Мен жекпе-жек күресіне жақсымын, әсіресе таэквондоға. My friend Arthur likes taekwondo too. Менің досым Артур да таэквондоны жақсы көреді. But he hasn't got a green belt. Бірақ оның жасыл белдігі жоқ. We've got a computer at home. Біздің үйде компьютер бар. But I don't really like computer games. Бірақ мен компьютер ойындарын шынымен ұнатпаймын. I prefer chatting on the internet. Мен интернетте хат алмасқанды жақсы көрем. I like books, especially books about animals. Мен кітаптарды да жақсы көрем, әсіресе жануарлар туралы кітаптарды. I really like animals, but we haven't got a pet. Мен шынымен жануарларды жақсы көрем, бірақ бізде үй жануары жоқ. Мәтіндердің астындағы бірінші тапсырма. Look at the photos. What do you think Баян, Veronica and Ерасыл are interested in? Суреттерге қара. Баян, Вероника және Ерасыл неге қызығады деп ойлайсың? Мәтінге сәйкес, Баян is interested in music, sport, art. Veronica is interested in sport, watching TV, photography. Ерасыл is interested in martial arts, animals, skateboarding and swimming. Негізі бұл бірінші тапсырманы біз мәтінді оқымай тұрып суреттерге қарап айтуымыз керек болатын. Ал екінші тапсырмада міне қараңыз, read and listen to the texts, check your answers in exercise 1 дейді. Бірінші тапсырманы орындағаннан кейін біз мәтіндерді оқып, аудионы тыңдап, сөйтіп өзіміздің жауаптарымызды тексеруіміз керек болатын. Үшінші тапсырма, read the texts again and choose the correct answers. Мәтінді қайтадан оқып, дұрыс жауабын таңдаңыз. Біріншісі, Veronica is not into books. Natalia has got a TV. Ерасыл is good at taekwondo. Ерасыл isn't interested in computer games. Баян is into pop music. Баян isn't good at art.
Төртінші тапсырма find the sentence in the text, then complete the sentence with the words in blue. Мына сөйлемдерді мәтіннен тауып, кейін бұл сөйлемдерді көкпен жазылған сөздермен толықтыруымыз керек. Біріншісі I'm not mad about books. Екінші сөйлем I prefer chatting on the internet. Үшінші сөйлем I really like sport, especially volleyball and tennis. Төртінші I'm an Astana Football Club fan. Бесінші сөйлем I'm good at martial arts. Соңғы алтыншы сөйлем I'm not into hip-hop. Бесінші тапсырма about you. Complete the sentence for you, then compare your answers with a partner. Мына сөйлемдерді өзіңіздің қызығушылықтарыңызға байланысты толтырасыз. Және аяқтағаннан кейін қасыңыздағы жұбыңызбен, сыныптасыңызбен салыстырасыз. Мысалы, бірінші сөйлем I'm into немесе not into books деп жазасыз. Мысалы, егер сіз кітаптарға қызығатын болсаңыз, I'm into books дейсіз. Жоқ, сіз кітаптарға қызықпайтын болсаңыз, I'm not into books деп жазасыз. Және одан кейін, үтірден кейін, especially books about, әсіресе не туралы кітаптар. Мысалы, менің сөйлем мынандай болады. I'm into books, especially books about famous people. Бұл сөйлемнің аудармасы мынадай. Мен кітаптарды ұнатамын, әсіресе танымал адамдар туралы кітаптарды. Екінші сөйлем I'm mad немесе not mad. Яғни mad деген ол есі кету деген сөз. Мысалы, егер бір нәрсеге есіңіз кететін болса, I'm mad about деп неден есіңіз кетеді, соны жазасыз. Есіңіз кетпей ме онда еш нәрседен, онда I'm not mad деп жазасыз. Мысалы, қазір көп адамның, көп жастардың есі кететін ол скриптонит, немесе 91 әншілердің арасынан. Бұлай жазуға болады. I'm mad about 91. Мен 91-ға есім кетеді. Немесе I'm not mad about скриптонит. Мен скриптонитке есім кетпейді. Үшінші сөйлем I'm good немесе not good. Ол бір нәрсені жақсы істеу, бір нәрсені жақсы меңгеру. Мысалы, егер сіз суретті жақсы салсаңыз, I'm good at arts дейсіз. Ал егер сіз жүзе алмайтын болсаңыз, жүзуде жақсы емес болсаңыз, I'm not good at swimming. Осылай ауыстырып қоясыз. Төртінші сөйлем I'm a fan. Ненің жанкүйерісіз, соны жазасыз. Мысалы, мен футболдың фанатымын. I'm a football fan болады. Ал егер сіз теннистің фанаты болсаңыз, онда I'm a tennis fan деп жазасыз. Бесінші сөйлемде I'm interested in, but I prefer. Мен бір нәрсеге қызығамын, бірақ басқа бір нәрсені таңдаймын, Мысалы, менің сөйлемім мынандай болады. I'm interested in books, but I prefer computer games. Мен кітаптарға қызығамын, бірақ компьютер ойындарын таңдаймын. Алтыншы сөйлем I can't stand. Не могу вынести, мүлде ұнатпаймын, шыдамаймын деген сөз. Мысалы, мен үй жануарларын ұнатпаймын, I can't stand pets. Немесе мен нені ұнатпауым мүмкін. Martial arts, жекпе-жек күресін мүлде ұнатпаймын. I can't stand martial arts. Және төменде міне сыныптасыңызбен қалай диалог құрау керек екен, қалай салыстыру керек екен көрсетілген. Мысалы, I'm into books about animals, what about you дейді. Яғни мен жануарлар туралы кітаптарды ұнатамын, ал сен ше дейді. Сыныптасыңыз жауап береді. I prefer comics. Мен комиктарды ұнатамын дейді. Сол сияқты әр мына 6 сөйлемнің 6-ауына да қатысты осылай сыныптасыңыздан сұрап шығасыз. Мысалы, I'm mad about мынандай, what about you деп. Осымен бұл беттегі тапсырмалар аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда тағы қандай талдаулар күтесіздер, комментке қалдырып кетіңіз.